Президент тапсырмасына сәйкес облысымызда жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеру, еңбекқорлық пен кәсібилік идеясын ілгерілету және еңбек адамының қоғамдағы беделін арттыру мақсатында жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, бүгін Жамбыл облыстық жастар ресурстық орталығының бастамасымен кәсіби маман 2026 байқауы өтті. Осымен 19-ші рет ұйымдастырылған сайыс жұмысшы мамандықтарды кеңінен насихаттауды, жастарды кәсіпке баулуды, олардың кәсіби бәсекелестігін арттыру мен еңбекке деген сүйіспеншілігін қалыптастыруды мақсат еткен. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыруға бағытталған байқауда 90-ға жуық жас маман қатысты. Байқау бірнеше бағыт бойынша өтті. Атап айтқанда шаштараз шебері, визажист, аспаз, қолөнер және дәнекерлеу ісі номинациялары бойынша үміткерлер өзара бақ сынасқан. Әрбір қатысушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, өнерге деген ынта жігерін көрсетті. Үміткерлер практикалық тапсырмалар арқылы кәсіби шеберліктерін дәлелдеп, өзара үздікті анықтаған. Осы байқаудың аясында 10 аудан мен Тараз қаласының жастарынан құралған 90-ға жуық қатысушылар қатысып жатыр. Бұл жылдағы жүргізіліп жатқан дәстүрлі байқауымыз. Бұл байқаудың мақсатымыз жастардың арасында кәсіби біліктіліктерін арттыру. Аспаз номинациясында Тараз қаласының тумасы Нысанбай Жеңіс үздік атанды. Ол дайындаған тағамның дәмі, сапасы мен безендірілуі қазылар алқасының жоғары бағасына ие болып, бірінші орынға лайық деп танылған. 8 жылдан бері аспаздық өнерімен айналысып келе жатқан жас маман ұлттық тағамдарды әзірлеуге ерекше мән береді екен. Мен осы Тараз қаласынан боламын. Бұл аспаздық істе жүргеніме осы 8-ші жыл кетіп баратыр, 8-ші жыл. Және бүгінгі жарысқа мен істеген тағамым жаңа гастрономия, жаңа әдістер, тек жарысқа арналған тағамдар болып есептеледі. Айта кетейік, кәсіби маман 2026 облыстық байқауының жалпы жүлде қоры 1 миллион 100 мың теңге. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орын иегерлеріне 100 мың, екінші орын иегерлеріне 70 мың, ал үшінші орын алғандарға 50 мың теңге көлемінде ақшалай сыйақы табысталды. Сондай-ақ жеңімпаздар арнайы алғыс хаттармен және кубоктармен марапатталды. Бекзат Әшірбай, Айдос Құстаубек, Аңсар Тілепберген, Қордай 24 News.